Кез келген құсқа, яғни тауық, қаз немесе үйрекке арналған өте дәмді де құнарлы тұздықты сіздерге ұсынамын, сақтап алыңыздар. 2 килограмм үй тауығын сатып алдым. Алдымен тазалап жуып аламыз, тұзға лимон шырынын араластырып жағамыз, ыдысқа қаймақ, майонез, соя соусын, қыша яғни горчица, тұз, қарабұрыш тағы дәмдеуіштермен араластырып тауығымызға жағып шығамыз. Тауық етін 1-2 сағат маринаттайтын болсақ, қаз үйректерді 1 тәулік бойы маринаттау қажет. Енді жанына гарнир ретінде картопты кестім, дәмдеуіштермен дәмдедім. Тауықтың ішін алмаға толтырып, немесе апельсин болса да қоссаңыздар болады. Енді ағаш шампурға түйреп 160 градус пеште пергамент қағазына орап 1 сағатқа дейін пісіріп, кейін пергамент қағазын ашып, беті қызарғанша 200 градуста 20 минутқа дейін ұстаймыз. Шырынды да дәмді тауық еті дайын. Кез келген дастарханды ашатын тағам. Қиын болмаса тіркеліп пікір жазып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.